Кене ханның тұсында қарт бурадай жарадық. Жауды жасқап жапырып, жауға қардай борадық. Абылайлап ат салып, дұшпанның алдын ұрадық. Тектінің тұяғы. Құрманғазы өзінің арғы ата бабаларының жай адамдар болмағанын бала күннен ақ сезініп өсті. Өйткені бойындағы бұла күштің тегеуріні мықты еді. Әкесі бұлардың төре тұқымынан екенін құлақтарына құйып айтпаса да бойындағы тектілік тебіндеп тұратын. Құйма құлақ қариялардан, халықтың ауыз әдебиетінен сусындап өскен Қырқымбай әкенің жадының мықтылығы, телегей теңіз тасқындай турашылдығы, бір беткейлігі және ешкімнің алдында елмейтін қара нарлығы бәрі сайып келгенде тектіліктің түп тамыры тереңде жатқанын сездіретін. Үйінің төрінде ілініп тұрған шежірені тарата келгенде арғы бабасы Шыңғыс ханнан өзіне дейінгі ұрпақ сабақтастығы өріліп жүре берер еді. Пабурдың ұрпағы Абылғазының шежіресінде қазақ хандарын Тоқат Темірден тарқатады. Тоқат Темір Жошының 13-ші ұрпағы. Бұна жерде мен бір дегенім Шыңғыс ханның бірінші Шыңғыс хан ұлы, 9-ші ұрпағы Әз Жәнібек хан, бұл Кереймен Жәнібек ханның Жәнібегі, 17-ші ұрпағы Абылай хан, 18-ші ұрпағы Қасым Сұлтан, 19-ші ұрпағы Кенесары хан, 20-ші ұрпағы Оспан, 21-ші ұрпағы Арыстан, 22-ші ұрпағы Қырғызбай, 23-ші Құрманғазы, 24-ші мен ұлым Кенесары. Бұл шежірені бітіп жазғанымыз сол. Кене хан жазым болған соң шілбоғындай тарадық, кісі аузына қарадық, өзіміз шапқан созақта сарттан ақыл сұрадық. Құрманғазы Қырқымбайұлы тарихқа терең бойлап, Кенесары бабасы жайлы зерттеу еңбектерді зердесіне тоқып жүрген жан. Өйткені арғымақ мініп аттың жалында өмір күреспен өткен батырлардан тамырын ажыратпауды өзіне мақсат еткен. Сол жолда жылт еткен жаңалықты қалт жібермей, мұрағат қойнауынан табылып жатқан құнды жәдігерлерге жата жабысады. Себебі әрбірінен хан Кененің ізін көргісі келеді. Тың дерек іздейді. Хан Кененің басын арашалап алып, батырлығын дәлелдеймін деп, талай азапты күндерді басынан өткөрсе де еш мойыма кеткен Абылай ханның 7-ші ұрпағы, Шыңғыстың 25-ші перзенті, тарихшы Ермұхан Бекмахан ұлындай арыс төтті өксікпен мұн өмірден. Бірақ артына өлмес мұрасын қалдырды. Бұл төренің ұрпақтарына талай жылға азық болары сөзсіз. 20-шы нұсқаны қазалай Қожабайдың университетінен Абылай ханның сүйегін алып, Алматыға тексеруге жіберген деген барлығын қатыгездік етілген. Қожабай Яссауи мавзолейінің айналасында 22 ханның сүйегі жатыр, және көптеген билердің сүйегі жатыр, барлық рудың батырларының сүйектері жатыр. Есім ханның Есігезұлының сүйегі жатыр. Нұрсұлтан Назарбаев Абылай ханның сүйегін зерттеп әкеліп, бойының 1,64 екенін, жаңбасынан ба қолынан жарақат алған екенін барлығын дәлелдеп, бұл кездегі Оразбек Смағұлмет нағылатын зерттейтін Қазақстан бойынша сол ғой, қызы зерттеп жатыр да, антропологтар. Шешендік көсемдік, мықты жады, еңбекқорлық, адалдық пен аңғалдық Құрманғазының бір бойына тоғысқан. Көкшетаудан шығысқа сапар шеккен Абылай ханның қара жолы экспедициясына қосылып, хан Кененің жазым болған жеріне арнайы барып, құлпытастың қойылуына куә болып, батырдың аруағына Құран бағыштап қайтқанында өзінің аталар аманатына адалдығы деп есептейді. Ұлына Кенесарының атын, қызына Күлімжанның есімін беру де тегін емес. Отбасында Гауһар батырдың да есімі жаңғырған. Әр перзентіне ат қоюда да ерекше мән берген азамат, әр қадамына есеп беріп, бәрін ой елігінен өткізіп, 7 рет өлшеп, 1 рет қана кеседі. Философияны оқыдым, психологияны оқыдым, атақты адамдардың өмірлерін оқыдым, Илиаданы оқыдым дегенде ғой, енді Гомерді оқыдым деген сияқты ғой. Сосын Әл-Фараби, әсіресе Әл-Фараби керемет жазған, оның алдында Аристотель керемет жазған, оның алдында Платон да керемет жазған.
олар адамның жан дүниесі жөнінде, психологиясы жөнінде, музыка туралы. Сол менің айтайын деген өмір күрес дегенім, сол адам бір-бірімізді қалай айтсам болады, бұл дүниеде әрбір адам бір-ақ рет келеді, әрбір адам бақытты болуға құқығы бар, әрбір адам бақытқа жетуге правасы бар. Біз соны түсінуіміз керек. Ал жаңағы семьяда болатын жағдай, ол табиғи заңдылықтар, ол да қажеттілік, ол да орындалу керек. Бір-бірімізді құрметтеуіміз керек, ұрпақ өсіруіміз керек, мемлекетті ойлауымыз керек, халықты ойлауымыз керек. Сол мен қалай мен бұл жерде дұрыс айтып жатырмын, бір алып ол өзінің кішігірім пайымдауы. Оңтүстік өңірде тұратын Кенесарының ұрпақтары өзінің бабалары жайлы мағлұматтарға кейін қаныға бастағаны рас. Оның барлығы кеңестік жүйенің құйтырқы саясаты мен қазақтың тарихын жадынан өшіру әрекетінің салдары еді. Бірақ тектінің аты текті ғой. Ол алтын сияқты көмбеге жапқан сайын жылтырай түседі, алмастай жарқырай береді. Бүгінгі күні хан кененің Жәкейден басқа 7 ұлының ұрпақтары 100-ден аса шаңырақ Түркістан облысында, Ахмет, Тайшық, Жағыпардың ұрпақтары Ордабасы ауданы Төреарық ауылында және Шымкентте, ал Омар мен Оспан, Сыздық пен Әубәкір, Тайшықтың ұрпақтары Созақ ауданында, Теміртау мен Жаңатаста, Кентау мен Түркістан, Шымкент пен Жезқазған қалаларында тұрып жатыр. Абылай ханның немересі Кенесары ханнан тараймыз. Кенесары ханнан жаңағы Омар, Оспан, Әубәкір, Сыздық, Жәкей деген 5 бала болған ғой. Соның жаңағы Омарынан мен тараймын, мен балдарым тарайды. Оспаннан жаңағы Құрманғазылар тарайды. Осы жердегі төрелердің үлкені менмін. Құда қалса мен 88-демін, 35-ші жылғы. Бабаларымыз осы қазақтың жеріне орыстың табанын бастырмаймын деп жанын қиды ғой. Қанша халықты өзіне ерте білді. Біздің Кенесары бабамыздың әскери шеберлігін аңыз қылып айтып, көптеген халықтардың аузында қалды өмірде. Егер соның істеген жаңағы өжеттігін, әскери тактикасын бәрін халықтар, ақындар, жыраулар, сан жыраулар солар қалдырмағанда білемеді осы орда, насихат бермеді. Яғни халыққа еңбегі сіңді. Біздің төрелердің мақсаты баю емес, елге қызмет ету, өзінің ата-бабасы қалдырған жошының жерін сақтау, сол үшін еңбек еткен жандар. Енді Кенесарының Оспаннан тараймыз. Кенесарынан Оспан, Оспаннан Арыстан, Арыстаннан Мыңбай, Мыңбайдан мен. Құрманғазы менің әкемнің інісінің баласы. Түп атамызды айтатын болсақ, Шыңғысханнан бері қарай тараймыз. Осы Шыңғысхан өзіміздің қазақтың бабасы. Бері қарай қазақ хандығы құрған кезде Керей мен Жәнібек, біз Жәнібегінен тараймыз. Оны айта берсек, біз Шыңғысханға мен 29 шаты болып кетеміз. Біз бағана мектеп бітіргенше әкеміз бен шешеміз Кенесары туралы айтқызбады. Шежірені білмедік біз. Себебі бұны коммунистік система болды. Кім Кенесарыдан тарайды, қуғыншылыққа ұшыраған. Өзіміздің мен Арыстан адам қуғыншылыққа тұрып түсіп, мына Созақ көтерілісінде ішінде болған. Содан фамилиясын ауыстырып Ашсайға көшіп келген. Енді Арыстан атамыз Ашсайда жерленген. Әжеміз де сол жерде. Менің Арыстан атам төре болса, әжеміз де төренің қызы. Абылай ханда белгілі, Кенесарыда белгілі, бұлардың енді белгісіз жатқан Қасым ханы бар. Сол Қасым ханның зиратын тауып, міне жерде жақын жерде барып, соны оятыңдар деді. Хан кененің Әубәкір деген ұлтынан тараймыз. Омар, Оспан, Әубәкір, Сыздық, Жәкей. Біздің атамыз Нұржан Қария Кенесарының шөбересі. Мен көпшілік боламын. Кенесары атамыздан 8 бала ғой. Енді 2 ай алған. Бәйбішеден Күлімжан апамыздан Тайшық, Ахмет, Жаппар деген 3 бала. Оның кейін Жаңылхан апамыздан кейін қалған Омар, Оспан, Әубәкір, Сыздық, Жәкей деген 5 бала. Сонымен 8 баласы болған. Сол 8 баладан тараған ұрпақтан қазір 7 баласынан ұрпақтар бармыз. Жәкейден ғана жоқ. Қалғандарынан бар. Біз енді Ахмет Сұлтан Кенесары деген бар, өзі атақты кітап жазған, Кенесары және Сыздық сұлтандар деген. Соның ұрпағымыз. Ол кісі мына Ордабасы ауданы
Қараспан несіне қарасты, округіне қарасты Төрарық деген жер бар. Сол Төрарыққа жерленген. Оның басына тас қойған. Енді бабамызға қаланың атын беріп жатыр, әйтеуір ескерткіш қойғызып жатыр. Мына меркеде айқай-шумен онда айтып қояйық. Естіп жатқан шығарсыздар. Сол хан бабамыздың ұрпақтарымыз. Мен осы бір жылдары көтерілістің басталғанына 180 жыл, Кенесары атаның қайтыс болғанына 170 жыл ғана Таразда үлкен ас берген конференция өткен. Сол конференцияда бір ауыз сол шумақ өлеңімді айтқан едім. Өлеңімді Кенесары атаған. Айып болмас өз туғанын жоқтаған, жоғын таппай көңіл тыным таппаған, исі қазақ әлім сақтан бергіде, ата баба салт дәстүрін сақтаған. Болмаса да киер киім дайынас, жоқшылық пен қиындыққа ер мойымас. Риза болмай аруақтар өлелер, тірі пенде еш уақытта байымас. Қайтпас қайсар қыранындай даланың, қайталанбас соңғы ханы заманның, жаулары мен жолбарысша алыстан, басы қайда хан кенедей баланың. Ауыздықтап орта бұзар 30-ды, Атамұра хан тағына отырды, елді жерді отарлауды тоқтап кеп, ақ патшаны келісімге шақырды. Сар даланың қыранындай самғады, отқа түсті елін жерін қорғады. Бауырлардан көмек сұрап бір туған, опат болды орындалмай арманы. Дейді халқым қырғыз қазақ бір туғандар сатты сені сыртыңнан. Басың кетті басқа елге сатылып, қалды оларда қылышың мен ер тұрман. Қайран бабам, денең бөлек, бас бөлек, деп жатқандай мені жоқтар бас керек. Ерте солды жапырағын кең жайған, Кенесары Наурызбайдай қос терек. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Құрманғазы Қырқымбайұлы Арыстан тегінен тарайтын Қаратаудың бөктеріндегі оңтүстік өңірдің таулы аймағы Ашасайдың тумасы. Кеңес өкімет тұсында жер-су атаулары бұрмаланғанда Ащысай болып өзгеріп кеткен. Аталған елді мекенге жеткенше табиғат көркем таулы аймақты басып өтесің. Жанға жайлы таза ауасы мен сылдырай аққан бұлақтар мен таза өзені дем алушыларға таптырмас тұрақ. Самал желі де бетіңнен өбіп, шатқалдың көлеңкесін бойлай жүрсең, нағыз туризмді дамытатын жер екенін дейсің. Құрманғазы ағамызда Жолшыбай өз өлкесінің тарихын әңгімелеп келе жатыр. Осы жердің кенін игереміз деп, таулы аймақты тереңде қазған кеңестіктер жатаған үйлерді бір-біріне жапсарлай салып тастаған екен. Жергілікті тұрғындар да кезінде кеншілер болған. Құрманғазының осы Ашасайда балалық шағы өтті. Қырқымбай әкесі кеңестік жүйеге қырын қарап өтсе де, балаларына сол кезде келеңсіздіктер мен әділетсіздіктерді сездірмеді. Кеншілер мекенінде қызмет етті, ұрпағын осы жерде өрбітті. 45 жасында қан тамырлары зақымданып жұмысқа қабілеті төмендеп, екінші топтағы мүгедектікке шықты. Содан денсаулығына байланысты Кентау қаласына қоныс аударды. Бірақ жадымықты жан өздігінен арабша, орысша білімін жетілдіріп, тарихи кітаптар мен газет журналдарды көп оқып, төрелер шежіресін зерттеумен айналысты. Қазір еліміздегі төрелер мен хандар шежіресінде Қырқымбай әкенің де қол таңбасы бар. Жұбайы сырқаттанып қалғасын, балаларды оқытып, жеткізіп, үйлі баранды ету жұмыстарын өзінің мойнына алған кіші жүздің Тама руының тілі өткір, ер мінезді адуынды, үлкен жүректі, ақкөңіл қайсар қызы Әшімгүл Кентаудың түрлі мекемелерінде қарауыл болып, 55 жасында зейнетке шықты. Бұл жолда талай маңдай тері төгілді. Осы төре әулетіне 87 жылы келін болып түстім. Отбасында атам болды, апамыз енем болды, және отбасы үлкен болды. 8 бала шағаның алды. Қыздары әлі тұрмысқа шықпаған еді. Мен 4-ші үйдегі 4-ші келін болдым. Сол үйдің абысындарымнан көп нәрсені үйрендім, тәрбиелендім, олар мені тәрбиеледі. Атамыз өте бір көп оқитын, білімді адам болатын, оқымаған білімді деймін ба. Өте кітаптарды көп оқитын,
көп сөйлемейтін, өзінің тірлігіне өте ұқыпты, тазалыққа өте бір бейім адам еді. Жаңағыдай біз жоғалған затымызды атамыздан сұрайтынбыз, атамыз тауып беретін еді. Ал апам өте ашық жарқын болатын, байсалды деп айтпасақ та, көпті көргендігін айтып отыратын, өте көп нәрсені білетін, және сонымен бірге барлық еңбекқор болатын өте. Сол отбасының барлық несіне күйіп пісетін сол апам болатын тұғын. Табысты да тауып, жаңағыда әйтеуір нан табудың әртүрлі әрекеттерін ойлап табатын. Соған мен таң қалатын тұғын. Бүгін өзінің туған жеріне ат ізін қайта салған Құрманғазының балалық шағы көз алдынан көлбеңдеп өтіп жатқандай. Суретім кезінде мына домдарда комбинаттың, рудниктердің, конторский работниктары солар тұрған, котельный болған, бұл жерде практиканың суретім кезінде московский обеспечение болған бұл жерде. Осы Ашы сай, Аша сай бұл. Сол Ақжар деген бөлігі бұл. Бұл жері лагерь, кәнескі лагермен мектеп, керемет Ашжардың күн, көрініс қандай керемет. Балалық шағымыз мына жерде стадион болған, сол стадионда топ тепкенбіз. Мына жерде былай кәдімгі жол болған, машина шығатын жол. Сонымен жаңағы советтің кезінде подшипниктер болатын тұғын. Сол подшипниктерден самокат істеп болатын тұғымыз. Самокатпен түсесің. Қыстың күндері бұл Ашсайда нелер мынандай бір проводтан істелінген шаңғылары болатын тұғын, аяққа бочкілері болатын тұғын, шақтының бочкілерін. Оны шаңғы қыламыз. Ол совет үкіметі сондай еді жүйе. Соны төбеден шаңғымен түсеміз. Мына шанамен бітеп түсеміз, кетесің жаңа. Ол рахат бір жер. Жалпы балалық шағыңыз жақсы өтті сіздің? Енді керемет қой барлығы оны тұрған. Құрманғазы қашанда білімге ұмтылған жан. Бала жасынан нақты пәндерді сүйіп оқыды, есепке жүйрік болды. Физика, геометрия пәндеріне жақын еді, тарихқа да терең бойлады. Бастауыш білімді Ашсай мектебінде алып, кейін Кентау қаласындағы нөмірі 12-ші мектептен аттестатқа қол жеткізді. Қатарының алды болды. Алтын ұя мектебінде кластас достар жақында ғана бастарын қайта қосып, балалық шаққа саяхат жасап қайтқан еді. Білім ошағына сыйлықтарын тарту етіп, көзі тірі ұстаздарымен қауышып, мәре сәре болысқан. Ол бүгінде алтын ұясына қайта айналып соқты. Мына мектеп, мен оқыған мектеп, шүкір, Аллаға шүкір, бүгін Алланың қалауымен осы мектепке келіп отырмын. Мен оған өте қуаныштымын. Бұл мектеп 1972 жылы Кентау қаласында оған дейін жалғыз-ақ мектеп болған, нөмір 1-ші Ыбырай Алтынсарин мектеп. Ол мектепте атақты Райымбек Сейтметовтер оқыған, Асанәлі Ашимовтер оқыған, Сейдолла Бәйтерековтер оқыған. Сол 72 жылы екінші мектеп болды, қазақ мектебі, осы нөмір 12-ші мектеп ашылды. Алланың қалауымен 5-ші кластамыз, 4 класс мен Ашсайда оқыған. Бүкіл қаланың әр аумағынан жаңадан мектеп ашылғасын оқушылар жиналып, Байылдырдан, Байжанскіден, Шахтерский көшесінен, 67 деген районынан, трансформатор заводының районынан бәріміз жиналып, нөмір 12-ші мектепте 5-ші Б классына келдік. Аллаға шүкір, мектебіміздің жастардың бәрі білімді болды өте. Білім қуған жас аспан әлемін бағындыруды армандады. Ұшқыш болу ол кездегі бар баланың қиялын көкке шарықтататын еді. Әсіресе ұшақтардың құрылымы мен жасалу жолы Құрманғазыны ерекше қызықтырды. Сол арман мен қиял, оны ақырында құрылымдаушы, ғылыми тілмен айтқанда конструкторлыққа алып келді. 1978 жылы Алматыдағы энергетика институты оның білімін ұштап, білікті маман болуына жол ашты.
Мықты оқытушылардан алған дәрісі бүкіл өмірінің азығына айналды. 1983 жылы аталған білім ордасынан инженер электрик мамандығын алып шықты. Құрманғазы өзінің жақсы достарымен мақтанады. Қиын-қыстау кезеңдерде қолтығынан деп, сүйеу болған кластас достары, бүгінгі күні кәсіпкерлікпен айналысып жүрген Әбдібек Бимендиев, Нұрмахан Әбдірахманов, Әділхан Исабаев және студенттің қаранан бөлісіп жүрген Серік Алшынбаев, Тоқтарбек Бегатаров, Құрманғазы Талдымбаевтарға алғысы шексіз. Мен Құрманғазыда бағалайтыным бір сондай тоқтамайды. Сол жаңағы трансформаторный заводта жүріп, өзі бір жеке кәсіпкер ашамын деп қиын кезде, сол бір негізде өз цех ашып, қазір жеке кәсіпкер, жаңағы әжтөр өндіріс жасайды. Сондықтан мен ойлаймын, ондайды алып жүру, Кентау сияқты шағын қалада өте қиын. Оның бәрін орын-орнына келтіріп, соны бір-біріне жалғастырып, еңбек етіп, өндірісті ары қарай арттырып жүрген кластасыма, бауырыма өте мен ырзамын. Студент кезден бері дос болдық. Өзі Құрманғазы сондай өзі адал, асыл сондай жан болатын, адал, шындықты жақсы көретін. Студент кезімізден біз анау-мына не жүргенде қыдырып жүргенде ол чертеж сызып отыратын. Мойнында резинкасы бар, қарындашы бар. Аузын ашса сондай ажанды жүре көрінетін азамат. Аққоның біреу көмектессе ешкім нәрсені жерге қоятын азаматтар. Осы күнге шейін хабар үзген жоқпыз. Хабарласып тұрдық. Өте жаңа айтып отыр, жақсы жігіт, тек қана өзінің жұмысына деген несінің өзі өте тамаша адам. Сосын оның бір жақсысы кітапты көп оқиды. История, тарих өте жақсы біледі. Енді оған білу керек, ол кімнің баласы ол? Құрманғазымен бірге оқыдық. Құрманғазы тек қана жақсы жағынан біледі. Жігіттер айтып отыр. Тарихты жақсы, адал жігіт еді. Кезінде студент өмірінде бір шындық болса, деканға кіріп, қоймай шындықты добиваться ететін сондай жігіт еді. Құрманғазы енді қалай айтсаң да жарасатын жігіт. Ақкөңілдігі, біреуге көмектесіп келіп тұратыны, қай уақытта енді шындықты жақсы көреді. Бұл тарихты айтып отыр, тарих деген ол тема басталса болды. Тема жаңағы тема ойланып, аты бабаларымызды, хандарымыздың қайсысын бастасаңыз болды, ары қарай алып кете береді. Тура бүге шігесіне точно айтып береді. Өзі сондай өмірге құштар жігіт енді өте. Тарих жөнінен. Ал мынау бүгінгі ұлын үйлендіріп, ұлының есімін Кенесары қойыпты. Қуанып біз енді біліп жатырмыз оны. Біз енді тоқ телефонмен сөйлесіп тұрғанымыз болмаса, көп жиі келсерейміз ғой. Сол ата-бабаларының ары қарай жалғастырсын деген болу керек енді. Сол ниетіне жетсін, жастар бақытты болсын, өсіп өне берсін. Сіздер негізі бір-біріңізді байланыстырып жүрген сол кісі, араларыңызды суытпай? Енді байланысқанда телефонмен сөйлесіп, бүгін енді осы жерде байланысып тұрғанмын сол кісі. Ал былайша телефонмен немен связьда тұрамыз ғой. Кентау қаласындағы трансформатор жасау заводының алдын қатарлы конструктор болуының өзі Құрманғазының күндіз-түні көз майын тауысып жүріп алған білім мен таза еңбегінің жемісі. Бүгінгі күні елімізде қуатты кәсіпорындардың қатарында тұрған өндіріс орнында біздің бүгінгі кейіпкеріміздің маңдай тері сіңген қолтаңбасы жатыр. Есімі де алтын әріптермен тарихына жазылған. Өзінің қызмет істеген кабинеті, қолмен сызған сызбалары, оның нәтижесін беретін құрастыру цехы бәрі де әлі күнге көзге ыстық көрінеді. 85 жылы бірінші маған берген тапсырмасы бір табличканы дайындау керек болды, сызу керек болды, проектировка. Сенсеңіздер, мен соны табличканы бір айда сызып бітірдім. Қолмен. Ол жерде ол кезде кеңестік жүйе ғой, ол жерде. Қалайсы кеңестік жүйеде якобы жұмыссыздық жоқ, бәрі жұмыспен қамтылған деген сияқты искусственный жұмыс орындары болған. Бір айда мен мысалы кішкентай циркульмен трансформатор деген сөзді жартысын бір күнде жазып бітірген. Сызам.
әр оны компьютермен істемейді. жоқ сол кезде советтің кезде сондай тұғын жүйеде бір ай сызғанда одан кейін оны аппаратта тұшып қояды жаңағы именно біз сызған кезде оны аппаратта фотограф болады фотограф аппарат бір фотограф шымкентке командировка кетеді ол кезде сөйтіп суретке түсіреді Нұрмахан сөйтіп жаңағы неге түсіріп алюминийға түсіріп алып келеді сөйтіп жаңағы табличка бір 4 ай 5 айда шығады. Кентау қаласындағы трансформатор заводының кеңсесіне кірген адамды тасқа басылған таңбадай қабырғаларға жағалай ілінген ойшыл ғалымдардың, философ ағартушылар мен табысты жандардың өмір жайлы толғаныстары мен көңілге түйгендері қарсы алады. Көз алмай оқисың, әр жадыңа ат оқисың. Өзіңе қажеттісін қойын дәптеріңе түртіп аласың. Бұл осы заводтың табалдырығын аттаған әр маманның күнделікті жұмыс орнында есінде сақтайтын жаднамасы дерсің. Біздің Кентау халқының осы заводтың әйтеуір халқының бағына Сейдулла Ілиясович Қожабаев деген азамат осы заводты сатып алды ғой 97 жылы акционерлер енді. Сөйтіп осы өзінің жақсы топ менеджер командаларын жинады. Әрине біздер инженерлер вертолет самолет болса да біз чертежін сызамыз, но бірақ оны өткізу керек, оны жасау керек, снабжать ету керек, жұмысшыларды технологияны обеспечить ету керек, бірін-бірін ұйымдастырып керек. Ол именно еңбек осы басшылардың еңбегі. Мен де оны білем, түсінемін. Ол басшылардың ішінде мен айта кетейін деген Серғазы Күндуаров деген генеральный директор болған осы заводтың 40 жылдан аса атқарған еңбек атқарған үлкен патриархы дейді. Осы трансформатор заводтың еңбегі өте зор ол жігіттің. Құрманғазыда 30 жылға жуық ғұмырын сарп еткен сүйікті кәсіпорнын армансыз бір аралап шықты. Кезінде өзі сызбасын жасаған трансформаторлардың әлі күнге дейін сол құрылымда шығарылып жатқанына көзі жетіп, көңілі сүйсінді. Мерейі өсті, кеудесін қуаныш кернеді. Зая кетпеген еңбегіне марқайды. Ал 2013 жылы Қарағандының корпорация Power деген кәсіпорын басшыларының техникалық кеңесшісі ретінде Қытай Халық Республикасында 20 күндей болғанның өзі біздің бүгінгі кейіпкеріміздің осал маман емес екенінің дәлелі. Отдел перспективных разработок и новой техники. Сол бөлім ашты. Ол бөлімнің бастығы Геннадий Михайлович Маткеев деген жігіт болды. Ол Маткеев 80 жылдары менің өзі бастығым болған, өзі өте білімді жігіт, өте сол жігіт бастық болып келді. Мен конструктор болдым. Содан кейін Немчинова Ирина Владимировна деген келіншек болған, орыс келіншегі, ол жаңағы КТГС дейді. По стандарту занимать еткен орыс әйел болды. Ана Гена енді орыстың жігіті. Мен қазақтың баласы, жалғыз өзім конструктор болдым. 98 жылы. Сол бір бөлім ашылды. Сөйтіп көрмандар сыздым, чертеждарды. Гена командировкада жүреді, маған тапсырма береді, ол идеяны ол береді, мен бірақ оны производство енгіземін ойдағыда. 3 жылдай жаңағы үшеуміз ғана істедік жұмыс. Жаңадан трансформаторлар өндіре бастадық. Енді Құрманғазы мырза туралы айтатын болсақ, бірге мектепті бітірдік, өте үздік мектепті бітірді. Бұның енді қабілеті именно физика, математика жағынан мықты күшті білімі болды, қабілеті болды. Сол мамандық таңдаған кезде де именно энергетика мамандығын таңдады. Себебі именно өзінің жәндегі білгір қасиеттері, сол математика мен физиканың жақсы болғасын, сондай мамандық талдап, келешекте инженер электрик болды. Бұл заводта 27 жыл жұмыс атқарды, көп разработкалар жасады. Соның жәндегі жемісін әлі заводтың ұжымы әлі көріп отыр. Құрманғазы кітапты көп оқитын жан. Ол қазақы пайым мен түсінік, тәрбие мен адамгершілік қасиеттерден өрілген Жүсіп Баласағұнның құтты білігін қолынан тастамайды. Оқыған сайын көңіл пернесі ашылып, санасында салмақтай түседі. Ұлдан ұлы шығар деп жұрт жорған, болар бала танылады буынан. Ұл мен ұлы бір ғана сөз, қос ұқым. Ұл болып тусаң, түбін ойла осының деген цитаталарын жаттап алып айтып жүреді. Дейл Карнегидің кітабынан өзгермелі өмірдегі табысқа жетудің кілтін іздейді. Ал ресейлік конструктор Яковлевтің өмір мұрат кітабынан
құрастырушы конструкторлар жайлы оқыған сайын жаны кіреді. Өйткені ол жүрегіне жақын әрі ыстық. Өмір мұраты деген кітап. Бұл кітапты мен мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде 8-9 класста оқып жүрген сатып алған кітабым еді. Содан кейін осы кітапты бәрін бірақ оқып шықтым. Көпшілігі памятте қалған жоқ, но бірақ ең керекті жерлерді мен астын сызып отыратын едім. Конструктор үшін затты жете білу де, ой өрісінің кеңдігі де, және әлбетте табиғи қабілет те жеткіліксіз. Осылардың үстіне ол технолог та болу керек. Яғни сол конструкцияны өндірісте қалай жақсы орындап шығуға болатынын білуге, жобалаудың, жасаудың, сынап көрудің барлық сатыларында өз идеясын жүзеге асырушы адамдардың ұйымдастырушысы болуға тиіс. Қолына қарындашын алып, қағаз бетіне сызғышсыз сұлбаларды тура түсіретіндігі де қалыптасқан әдет үйреншікті дағды. Ондайды атам қазақ көзі мірдің оғындай дейді. Адамның өзінің талабына байланысты. Қай жұмыс болса да адамның өзінің талабына байланысты. Сөйтіп, жаңа жігіттермен бірге істеп жүріп, жақсы талабы күшті тез үйреніп кетті. Сөйтіп, инженер металл конструкция болды, математиканы қатты біледі. Бір задание берсең, жаңағы 10-15 ішінде олай есептеп салмағы да шығар, оның жаңағы қанша болады конструкция, соны шығарсын есептеп қатты жаңағы жақсы конструктор болды енді керек. Сонымен қатарда конструктордан жаңағы ведущий конструктор болды. Сөйтіп бөлім бастығы қылдық. Трансформатор зауытынан өз еркімен кеткеннен кейін Құрманғазы жеке ісін ашып пластик терезе жасаумен айналыса бастады. Бұл жолда кедергілер де қиындықтар да көп кездесті, бірақ нарықтың парқын біліп, пайданың көзін тапқан азамат үшін бұл екінші сүйікті ісіне айналды. Жанына сенімді жігіттерді жинап, ісін өрге домалата бастады. Бәсекеге төтеп беріп, бүгінгі күні сол адал кәсібінің нәсібін көріп отыр. Осы мына жігіттер мастерлерім, біздің ең мықты мастерлер. Осы біздің фирмада істеп жүргендеріне 10 жыл болды. Осы екі жігіт. Шүкір, әйтеуір біреуден ілгері, біреуден кейін күнімізді көріп, еңбек етіп, бала-шағамызды бағып жатырмыз барлығымыз. Әр азаматтың басын биікке көтеріп, төрге сүйрейтін ақылды жары ғой. Қолдаушысы да осы нәзік жаны иесі. Құрманғазда ананың ақ сүтемген адал жанды өзіне жар етті. Өмірдің ащысында, тұщысында, бірге татар жолда қайсарлығы мен қайратын жани білетін Қалбибідей қазақтың қара көзімен 1987 жылы жұбайлық өмірге қадам басты. Осы үйлену тойында 2 күн қатарынан жүрген құдалықта белгілі композитор, халықтың сүйіктісі, вальстың королі Шәмші Қалдаяқовтың да болуы үлкен мәртебе. Әрі жас жұбайлардың олғысының өзінен бата алуы да кездейсоқ емес. Шәмшінің анасы Сақыпжамал апамыз Шәді төренің қарындасы болатын. Сондықтан сазгер төре тұқымына жиен болып келеді. Бұл да өмір белесінің алғашқы баспалдағындағы маңызды оқиға. Құрманғазының жар таңдауда қателеспегеніне жылдар өткен сайын көзі жете түсті. Сол үшін де тәубе дейді. Адал жары да ақылдың кезімен, сабырдың өзімен, қазақ әйеліне тән төзіммен бәрін жеңіп келе жатыр. Ол қыздарымызды жетілдіріп тәрбиеледік бірге. Әкесінің тәрбиесі көп болды өтір қыздарға. Өйткені неге десеңіз, кішкентай бір солардың жетістігін алған бағаларын әкесі марапаттап отыратын. Жаңағы мақтап мадақтайтын, оларды еркелетіп жаңағыдай көтермелейтін. Соның өзі қыздарына үлкен тәрбие болды деп ойлаймын. Біздің отбасылық өмірімізде бірімізді түсінуге, сыйлауға, сыйласуға өте үлкен мән беріп отырдық. Ерекше бағалайтын қасиеті
білімділігі, түсінушілігі, еңбекқорлығы, мысалы адалдығы. Қандай да бір істі болмасын жасаған кезде соңына дейін бітіруге, таза бітіруге әрекеті. Өте түсінігі зор. Құрманғазы өзінің айдай ару қырмызы қыздарын еркелетіп өсірді. Ешқайсысын бетінен қаққан жоқ. Оларды үнемі сен мықтысың, сенің қолыңнан бәрі келеді деп өсірді. Әкелері Асқар Таудай пана ғана емес, әр кеңесші, әр дос болғаны 3 қызды да қанаттандырды. Әрқайсысына ерекше мейірім төгіп, білімге құштар болуына жол ашты. 3 қыз да әкесінің ақылын тыңдады. Сабырлы күйеу балалары мен ақылды немерелері де атасының айтқанын бұлжытпай орындайды. Үйде папа жұмсақ, үнемі қыздарым деп мақтап отырады. Мектепке апарған кезде де, садикке апарған кезде де, өзім шанамен кезінде қысты күндері шанамен сүйреп, өзі поша-поша шықса да, терлесе де, шаршаса да, бір ауыз бір қатты сөйлеген емес. Бір күні осы 5-ші класс, 6-ші класс оқитын кездері өзіміз мектепке асығып, папа жұмысқа асығып, әйтеуір сөйтіп таңертең қыстатып, борандатып шыққан кезде жарты жолға келіп мен сумкамды ұмытып кеткен бір күні. Сөйтіп сол кездің өзінде де бүйтіп қатты сөйлеген емес. Қайттан үйге барып шанамен, қайттан үйге барып сумканы алып, қайттан енді біз ауыл мен қаланың арасы бір жарты сағаттық 40 минуттық жол болатын. Соның өзінде де әйтеуір қыздарым деп мақтап, алтындарым түрлі еркелететін сөздерді айтып отыратын. Папа үнемі көңіл күй көтеріңкі, бір жаман сөз айтқанын, біреуді балағаттағанын осы кішкентай кезімізден бір көрген емеспіз. Қайын жұртыма келетін болсам, мен өте жақсы кісілер ғой. Қарапайым. Қарапайымдылықтар қатты ұнайды ол кісілер. Құрманғазы атамыз енді өте жақсы кісі. Ақ көңіл. Енді тек жақсы нәрселерін ғана айтады. Ол маған ақыл сөздер айтады, жақсы сөздер айтады, бақытты бол деп. Және де ол мені жақсы көреді. Құрманғазы әсіресе гауһарымен ерекше мақтанады. Бала кезінен білімге ұмтылған ол Кентаудағы Дарын мектебінде білім алып, кейін болашақ бағдарламасымен Америка құрлығында оқып келді. Бүгінгі күні сіңілісі Күнімжанмен бірге балдырғандарды заманауи әдіспен тәрбиелейтін балабақша ашып, жұмыс істеп жатыр. Болашақта оны кеңейтіп, балаларды мектепке дайындайтын топ ашу арқылы жетілдіруді жоспарлап отыр. Осы жетістіктер үшін қыздары әкесіне мәңгі қарыздар екенін түсінеді және бағалайды. Бізге әкеміз кішкентайымыздан ерекше қараған. Барлық мектептегі жиналыстар болады, ата-ана жиналысы. 29 әйел, бірақ мен біздің әкеміз ғана келетін. Ер кісі тек қана біздің әкеміз болатын. Мен еще орысша мектепте оқыдым да. Орыс мектебінде көбінесе сонда ғой, әкелері қарайды қыздарына. Бірақ оларды келмейтін ата-ана жиналысы. Тек қана мен папам келетін, біздің папамыз ғана. Барлық бірде-бір жиналысымыз қалдырмайтын, бізде бірде-бір выступлениеміз қалдырмайтын. Жалғыз ер кісі болып, соған қасып жүретін. Бізге Дарынға ауысқан кезде де, Дарын мектебіне түскен кезімізде де папамыз жалғыз ер кісі ғой. Бадағада келеді да, барлық мұғалімдерге бізді мақтайды. Барлық мұғалім мақталады, менің 2 қызым осы жерде оқып жатыр. Барлығы не қылады да, соған тамсанып қарайтын. Жаман сіз қыздарыңыз өте қатты жақсы көресіз ғой деп бір ерекше соны айтатын мұғалімдер. Кейін оқуға түскен кезде де ол әрине ерекше, біз басқа жерде, әлемнің басқа бөлігінде жүрміз ғой. Міндетті түрде демалыс суббота воскресенье күні таңғы сағат 7-де, мен Канадада таңғы сағат 7-де, папаларда кешкі сағат 9 болатын суббота, иә. Міндетті түрде аптасына бір мәрте скайпта кездесеміз, былайша айтқанда, иә. Бүкіл өсегімізді айтамыз, кәдімгідей бір 2 сағаттық сырласу, әңгімелесу уақыты болатын. Қасындағы қыздар оған бәрі таң қалатын. Сен әкеңмен сөйлесе аласың ба деп.
жоқ, мен әкеммен өте қатты сөйлесемін, ол таң қалатын. Папам звондаған кезде ғой, естіледі ғой қыздарға да, қасында қыздарға ше. Шаком, қалайсың? Еркелетіп бір вступлениясы кемі 5 минут болатын да, енді ана қыздарға естіледі, олар таң қалады. Папаң сені сонша не қыла ма деп. Сен уже 23-тесің ғой, папаң әлі сені солай еркелетеді ма деп таң қалатын. Енді соның арқасында деп ойлаймын, мен ойымша сонда бір қолдау, бағанағыдай шексіз, сондай шартсыз махаббаттың, шартсыз не болса да папа қолдайтын, не болса да мақтайтын, не болса да соның арқасында осындай ойымызды айта алатындай дәрежеге жетіп отырмыз деп ойлаймын. Ол кісі всегда бізге кішкентай кезімізден үйрететін, жаңағы жоқтан бар қылуды, елге қызмет етуді біздің парызымыз деп. Жаңағы хан ұрпақтары біз осы халықты ойлауымыз керек, елді ойлауымыз керек, елдің жағдайын ойлауымыз керек деп. Соны әбден кішкентай кезімізде құйып өскенбіз ғой, балабақша аштық. Бұл балабақшада біз еліміздің қазақ балаларының мынау бір үлгілі тәрбиені көрсек екен, бір шетелде болып жатқан тәрбиелерді, сондай бір дамыған елдердің методикасын біздің қазақтарды көрсек екен деген оймен аштық. Және бұл әкеміздің осы кішкентай кезімізден дайындап келген өсиеттері, осы бір қиындықта бастапқы кезде өте қиын болды балабақшада жүргізу, үлкен стресстер де болды, уайымдар да болды, ақша жеткізе алмау болды. Сол кезде орнымыздан қайтып оянатынбыз. Себебі әкем айтқан, біз қызмет етуіміз керек, қайтпауымыз керек ойымыздан, біз жетістікке жетуіміз керекпіз деп осылай күрестік. Құрманғазының шаңырағында бүгін үлкен той. Жалғыз ұлы Кенесарыны үйлендіріп, келін түсіріп жатыр. Ұлына Батыр бабасының есімін ырымдап бергенде де ұлы атасы жаңылмаған екен. Бұл ұрпақтар сабақтастығын үзбеудің бірден бір амалы. Талай тар жол тайғақ кешуден өткен қазақтың нәубеті әлі таусылған жоқ. Сондықтан тарихи жадыны санадан өшірмеу керек. Құрманғазы ұлын көзінің ағы мен қарасындай қатты жақсы көреді, және болашағынан мол үміт күтеді. Әкеміз біздің өмірімізде ең елеулі орын алған кісі, осы күнге жеткізіп отқан. Ол кісінің өзінің жеке бір бала тәрбиесінде бізге көрсеткен қамқорлығында ешкімде жоқ қайталанбас мінездері бар. Ол қазірге енді уақыт дами келе шетелде жаңағыдай тәрбие, именно бала тәрбиелеу жөнінде жаңағыда бір форматтар, бір мағлұматтар, ғылыми бір іс шығып жатыр ғой. Соның бәрін оқи келе, ол кісінің сол нәрселердің барлығының тәрбиесінде ол уже бар. Біз кішкентай кезімізден бізге деген әр бала көрсететін махаббаты, орны мен қаталдығы, қоятын талаптары, мен де өзім достарымның, басқа таныстарымның арасының әкелерінен оңаш көп нәрсені байқамын. Сол үшін де шығар біздің де осындай ойымыз ашық айта аламыз әрқашан. Әрқашан қысылмаймыз ешқашан. Барлық нәрсені жасауға тырысамын. Оның бәрінің кез келген нәрсені алып, жасап көріп, істей алмасам да, оны соңына жеткізуге тырысатын қасиет ол именно осы әкемнен дарыған деп ойлаймын. Өйткені ол кісі бізге барлық мүмкіншіліктерді берді. Жаңа отау құрып жатқан перзентіне кентаудың ең көрікті де сәулетті мейрамханасында тойын жасап, 500-ге жуық қонақ шақырып дүрілдетіп өткізді. Алыс жақыннан келген ағайын туыс, дос-жаранның ақжарма тілегі ақтарылды. Бұл әке арманының орындалғаны. Әр азамат үй салып, баға шегіп, ұлын үйлендірсе, оның осы өмірдегі басты парызының орындалған дейтін халық қағидасын осы Құрманғазыдай ел ағасына арнап айтуға болатын шығар. Талай жылғы еңбегінің өтемі ретінде тойға жиналған көпшіліктің алдында ақылды перзенттері әке шешесіне Дубайға демалып келуге жолдама тарту өтті. Көзіне келіп қалған жасын ерке алмаған Құрманғазы оған сондай мерейленіп марқайды, жүзі жарқырады. Міне бұл ата-ананың маңдай терінің өтілгені ғой. Теңізге армансыз шомылып, құм үстіне салынған әсем елді мекендердің ғажайыптарына тамсанып, бойын бір жазып, туған топырағына сағына жетті.
ананы құрсаңда ұл бала нәресте 4 айлығында сүйек пайда болады. Бас сүйек 4 айлығында екіқабат келіншектің. Сол бас сүйегіне пешенесіне жеткізген қазақтың тағдыры жазылады. Сол тағдыры орындалады ойдағырды. Пешенесіне жазылған дейді бұның аты. Сол сияқты менің де тағдырым, ал тағдырын жазған ол орындалады. Мен мысалы өз тағдырыма жазамын, мен өз тағдырымды жасап келе жатырмын. Төренің тұқымы Шыңғыс бабасынан бастап, өзіне дейінгі тарихтың беттерін қайта парақтап, жылт еткен жаңалыққа құлағы түріп жүретін зерделі ойлы азаматтың арманы әлі де көп. Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне кірген сайын Абылайдай айбынды бабасының аруағынан қуат алғандай әсерге бөленді. Кенесары ханның азаттық жолында күресінен рухтанғандай қанаттанады. Наурызбайдай батырдың найзасына қайралғандай күш қуаты таси түседі. Яссауи кесенесінде жатқан қазақтың ұлы хандары мен билері, батырлары, бұрынғы хандардың кезінде зиялы қауымдардың бәрі осы жерде жерленген. Ол Қожа Ахмет Яссауи мавзолейін Әмір Темір көреген Қожа Ахмет Яссауиға арнап соқтырған 1395 жылдары Әмір Темір көреген деп атайтын себебі Қожа Ахмет Яссауи осы қазақ даласына ислам дінін тарқатушы. Ол енді ислам дінін тарқатқанда таза арабтың дінін бізге әкелген жоқ. Мен пайымдауымша ол тәңіршілдік, қазақтың бұрыннан жатқан аруаққа табыну, тәңірге табыну, салт дәстүрі барлығын ислам дінімен ол біріктіріп, сөйтіп қазақ даласында ислам дінін тарқатқан. Осыдан 5 жыл бұрын Жамбыл облысына қарасты Мерке ауданында Кенесары ханның ескерткішін жергілікті азаматтар қаржы жинап ашқан болады. Алайда әу баста ханның ескерткіші сәтсіз шығып, жергілікті билік оны алып тастауды талап еткен. Енді мінекей биыл бұл олқылықтың орны толып, қазақтың соңғы ханның еңселі ескерткіші қайта бой түзеп, кейінгі ұрпағын рухтандырып тұр. Сонымен қатар Қарнақ ауылында Кенесары Қасымұлы білім алған медресе ғимаратына ескерткіш тақта орнатуға мұрындық болды. Оған Құрманғазының да көңілі толып, жүрегіне қуаныш ұялады. Ал 1992 жылы Көкшетауда өткен Абылай ханның 280 жылдық мерейтойына Батыр бабасының бейнесі тоқылған кілемді қолтықтай жеткен Қырқымбай әкесінің сол жәдігерін баласы Құрманғазы сұрастырып жүріп 2023 жылы жергілікті тарихи өлкетану музейінен тапқанына шексіз қуанды. Оған себепкер болған көкшетаулық азамат музейдің директоры Құдайберлі Мырзабек. Ал әкесі талай жыл көз майын тауысып жазған Қасым Сұлтан ұрпақтарының шежіресі Шота Аман Уәлихановтың 1992 жылы Ана тілі газетінде жариялаған төрелер шежіресіне негіз болды. Оны ғалымға Қырқымбай әке өз қолымен табыс еткен екен. Уақыт өте келе ол да табылып қалар. Сондықтан өмір күрес дейтініміз сол. Адам, әрбір адамның өзінің ішкі жан дүниесінде сыры болады. Сыр деген былайша айтқанда мақсат, кішкентайдан қойылған мақсат. Мен мысалы келіншегімнің де өзінің сыры бар. Менің де ішкі жан дүниемнің сыры бар. Мысалы мен терапевтический бір жағдай болып қалып терапевтке барсам, терапевт маған дәрілер жазады ғой. Оның өзі менен сұрайды. Мен ол анау сізден сұрайсыз. Адам өзінің табиғаты бар, ол бәрібір ішкі жан дүниенің сырын врачқа да айтпайды. Мен ішкі жан дүниенің сырым бар. Гауһар ханым, сіздің де сырыңыз бар. Сабырбек мырзаның да сыры бар. Менің сырымды келіншегім де білмейді. Сондай адамзаттың табиғаты сондай. Құрманғазы арыстан тегінің алдағы алар асулары әлде көп. Бағындыратын белестер де баршылық. Бұл жолда оған өзі бас иіп ардақтап өтетін хан Кенедей бабасының аруағы қолдау білдіреді. Оған ешкімнің күмәні болмаса керек.